қазір петропавл қаласында мейірбике болып жұмыс істеймін. Кішкене остеохондрозым бар деді, саусақтарым сырқырай бастады. Мына беріп жатқан дәрістердің ішінде көбіне өзіме қолданамын. Суық суға түсу мен үшін қорқыныш болған. Тыныс алу дегенді мен олай істемеген едім. Қазір мен осында келіп соны үйреніп жатырмын. Өзің медиксің ғой, пайдасы керемет па? Пайдасы керемет екенін түсініп жатырмын. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 90 шағымның жұлдыздарымен таныстырып жатырмыз. Соның бірі Эльвира қарындасымыз. Неге жұлдыз дегенде, олар барлық білімді бойына сіңіргеннен кейін елге бөлісетін өзінің бір әсері бар, жақсылық тілейтін адамдар. Анау Петропавлдан келіп отыр. Өз бізде Қостанай мен Петропавлдан әр ағымда бір-екі адамнан біреу келіп жатыр. Өзің жайлы таныстырып кетші. Мен Петропавл қаласында қазір тұрып жатырмын. Негізі туған елім Шалқар ауданы. Сәкен Сейфуллин туған ел. Сол жерден келіп отырмын. Елім сол. Қазір Петропавл қаласында мейірбике болып жұмыс істеймін. Мені осында насихаттаған менің нағашы апам Ардайында осында келген Тұқушва Нұрсұлу деген. Сол кісі сенің қолыңнан келеді, сен басшы, сен бар. Мені осы неге сіз жанмен тән салты орталығына насихаттап жүрген бір сол кісі. Екіншіден өзімнің қолымда 96-да міне қазір әжем бар. Сізге көрсетіп кетейін. Өзіңіздің әжеңіз бе? Иә, тиктокта шетелдермен бірге отырып ән айтатын менің 96 жаста, 97 жаста. Есік майдан жаяулатып, ырғалтып сырқап толқып баяулатып, толқындай мың құбылған әнін тестіп, тыңдасаң кіркіп қақпай ояу жатып, тыңдасаң кіркіп қақпай ояу жатып. Сәкен Сейфуллин өлең. Міне, тиктокта нең бар дейді. Тиктокта ана азғындардың орнын осындай әжелер, қариялар алып, ұлттық құндылықтарды насихаттау керек. Сен оны насихаттамасаң, ана арсыздық насихаттайды. Әжеңізге сәлем айтыңыз. Өмір жасы ұзақ болсын. Керемет, жаңағы қазақтың қара өлеңін айтып отыр да. Ол кісі өзі бір мотиватор маған деп ойлаймын. Үйде жатып алып, ана бұрынғы ұмытып қалған өлеңдерін жатып алып, соны жаттап алады. Алжымас үшін, алжымас үшін. Мен ары қарай дамытып, ұмытып қалмайын деген сондай ниетте. Енді көзім подводит деп маған айтып қойып, көзін операция жасағанбыз. Қаншаға келді? 97-де, 98 жасында Алла қаласа. 98 келген әжеміз көзім көрмей бар жатыр деп. Басқа проблема. Сосын бір қызық болды. Бірде ваннаға түсіріп жатырмын ғой енді. Өзім жатқызып қоямын ғой, ыстық суға, жыл суға жатқызып қоямын. Сосын барып бір кезде жатыр. Бір кезде апа болдым да немене болды? Кішкене денесі жібісін деп жатқызамын ғой, сосын өзім жуындырып аламын. Барсам бетін бәрін қалыптапты ондай. Сосын барып өтім, апа бетіңе не болды, не қып-қызыл десем, ана әжімдерін сәптен болып қалған. Сол сияқты. Көңіл жас дейсің. Көңілі жас, дейін. Бірде даже осыдан 3 жыл бұрын жан басымнан сынды. Сосын мен өзім медиктің бір жағынан апамның соған деген өмірге деген құлшынығы ғой, құлшынысы. Сол бір кезде бір жатты 20 күн, маған сол кезде жол жүргерек болды. Сол санаторийға. Сол бір кезде келіп тұрып, апам 20 күн болды сынғанда, дәрігерлер түк істеген жоқ, үйге барады, жатап деді. Осындай позада жатқызасыз, ештеңе не етпеді, жатқызбады, солай жіберді үйге. Содан 20 күнді апамды отырғыздым. Апам отырды, оның өзі ол кісінің өмірге деген түсінісі деп ойлаймын. Апам менің мотиватор деп ойлаймын. Артық тамақ жемейді, ана кісі сияқты өлеңін айтады. Күнде тиктокқа шығарып өлең айтқызсам, өлең айтады. Ешкіммен ұрыспайды, ешкіммен ұрыспайды. Ешқашан бір қатты сөйлеген сөзін естіген жоқпын. Бірдеме айтып жатса, біз апа жарайды, ол заман өтіп кетті. Сіз оны қайтадан ойлап,
айта бермешtik, мен өзім айтам енді. Мен сіздің мына беріп жатқан дәрістердің ішіне көбіне өзіме қолданамын. Только вот суық суға түсу мен үшін қорқыныш болған. Суық суға түсу мне тыныс алу дегенде мен олай істемеген едім. Қазір мен осында келіп соны үйреніп жатырмын. 90-шы ағам жан мен тән Шымбұлақтамыз. Табиғатпен достасамыз, аурумен қоштасамыз. Өзің едіксі ғой, Иә. пайдасы керемет па? Пайдасы керемет екенін түсініп жатырмын. Көп рахмет. Міне жаңа әжесін айтып отыр ғой, ұзақ өмір сүрудің құпиясы ең біріншісі адамның көңіл күйі. Ұрыспай, таласпай, ешкіммен ренжіспесе өмір сүрсе. Екіншісі өмірге деген құлшыныс, дұрыс тамақтану, артық тамақ жемес, оған кейін қимылда болу. Өмірге деген мұрат мақсаты бар адамның. Жаңа мертігіп баса да содан тұрып тиктокта өлең айтып отыр ғой, керемет. Осы болсын, өзің шерің ауырмай тек соны алдын алу үшін келдің бе жоқ? Алдын алу үшін тоже кішкене остеохондрозым бар деді, саусақтарым сырқырай бастады. Сол енді алдын алу қаралып, осы дәрісіз емдеуге өзімді бір немді айтайын енді. Үлесімді қосайын деп, әрі қарай оқуға бүгін қалайын деп отырмын. Тамаша. Петропавл, мен жаңа соны сынайын деп отырғам. Петропавлдан ашу керек. Иә. Табиғи жолмен емдеу керек. Сол. Жақсы ма? Иә, қалды. Енді тикток жүргізеді екенсің, тикток дұрыстап жүргізсең, бүкіл Петропавл халқының сауық тұрып, солардың алғысын алып, ұзақ жаңа әжең сияқты 97-те өлең айтып, тикток ол кезде басқаша шығатын шығар. Тикток айтамын мен өлең. Конкурстарға қатысамын. Тамаша. Бізге осындай жанып тұрған адамдар керек. Өзі жанбаса, өзі бұқсып жүрген адам біреу жандыра алмайды, солай ма? Сондықтан айналайын, атың кім? Эльвира. Эльвираға осы Петропавл бар, Петропавлда бізге адам келмей жүреді. Сол жақты түгел оятып, салауатты өмір салтына қарай бет бұрғызып, сол халықтың алғысын алуына тілектес болыңыздар. Петропавл халқы болса, Эльвираға көмектесіңдер. Біз денсаулық жарысшысымыз. Біз адамдарға дұрыс өмір сүруді насихаттайтын қауымбыз. Осы қауымға көтеріңіздер, қосылыңыздар. Сол кезде Қазақстан әлемдегі ең дені сау, ең өмір жасы ұзақ, ең бақытты ұлтқа айналады. Соған үлес қосамыз бірге. Кеше осы бақыттылар сияқты. Рахмет баршаңызға. Жақсы күндерде кездескенше сау, сәлемет болайық ағайын.